Bismillah. Бесінші сұрақ. Таухид дегеніміз не? Яғни Аллах Тағаланы пәктеу, жалғыздау, өзі жаратқан нәрселеріне ұқсатпау. Имам Әл-Джунайд Әл-Бағдади дегенсі, яғни ислам тарихында өткен үлкен ғұламаның бірі ат-таухид сөзіне былай түсіндірме береді. Аллах Тағаланы, яғни жаратушыны, басталуы жоқ, мәңгі болған жаратушыны өзі жаратқан нәрселерінен пәктеу. Яғни өзі жаратқан жаратылыс, ол басталуы бар нәрсе, кез келген басталуы бар болған нәрсе ол жаратылыс болып есептеледі. Және ол жаратылыс үздіксіз Құдай Тағалаға, жаратушыға мұқтаж. Ал мұқтаждық ол жаратылысқа ғана тән. Аллах Тағала ол ешкімге, еш нәрсеге мұқтаж емес. Және ол ешбір нәрсеге ұқсаушы емес. Жаратылыс, яғни дене, оның сипаттары, ол жаратылыстың сипаттары, ал Құдай Тағалаға ол сипаттар тән емес. Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде «Ләйса кәмитлихи шәй», яғни оның ешбір ұқсасы жоқ екендігін айтқан. Имам Әл-Бұхари былай деп жеткізеді: Суиля Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям айюл амали афдал, фақала иманун биллахи ва расулих. Имам Әл-Бұхари жеткізгені, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деп сұралады: қандай нәрсе, яғни амалдардың ең ұлысы қандай екендігін сұралған кезде пайғамбарымыз былай деп жауап береді: жаратушыға, Аллах Тағалаға деген сенім мен оның елшілеріне деген сенім. Яғни Аллах Тағала және оның елшілеріне деген иман, сенім, ол сол амалдардың ең ұлысы болып танылады.